Ассалаумағалейкум. Бүгін біз Notion туралы сөйлесеміз. Жалпы не только Notion, қалай журнал сделкаларды біз толтырамыз и оның оңай тәсілдері. Потому что көбісі журналдарын толтырады, бірақ одан ешқандай, то есть level up алмайды. И одан максимально қалай біз польза аламыз. Сол туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы осы салада өсу үшін саған, то есть журнал көмектеседі, потому что сен жалпы өзінің статистикаңды бақылап отырасың и бүкіл картинка, то есть сенің алдында болады. Жалпы көбісі осы журналды жүргізуге ерінеді. Сложно же зайти на сайт, да, там сайтқа кіріп, бірдеме жазып, допустим, аргументтерін еще жазасың, еще барып скриндарын қоясың. В натуре звучит как шляпа. Поэтому көбісі оны тупо толтырмайды. Я там бір-екі күн толтырады, возможно, бір жұма шығар, бірақ сосын одан кейін уже все равно ол қалпына келеді, то есть уже ерініп кетеді. Ол негізі нормальный зат, барлықтарында ондай моменттер болып тұрады. Менде де тоже сразу болған жоқ, потому что сізге обязательно бір қадағалайтын адам керек. Допустим, ешқандай реклама емес, мысалға біздің оқушыларымыздың арасында, мысалға әр оқушымыз бірінші Telegram каналынан бастайды. Telegram каналына, то есть бүкіл журналында жазады, сделкаларында салады и жұмыстарын көрсетеді, потому что бізде осындай принцип. Егер сенде бір сұрақ болса, бірақ ол сұрағын график ретінде журналда болмаса, значит сұрақ ешқандай жоқ. Все просто. Неге? Потому что мен жалпы оны бастаған кезде я очень сильно тупил. Мен оны толтырған жоқпын, оны жалпы не воспринимал как за серьезность. Поэтому қаншама аккаунттар кетті, қаншама уақыт кетті, и все из-за того, что я не вел журнал. Енді қазір бізде 26 жыл, мен торговляны енді бастап жатырмын. То есть мен үлкен ұзақ переменада болдым, потому что менде өмірімде жұмыстар болды. Поэтому вот. И как раз осы видеоға орай сіздермен бірге оны жалпы настройкасын жасайтын боламын. И сіздерге обязательно мен оның шаблонын беремін. Негізі осы видеоны мен 2-3 күн бұрын жасаған болатынмын, бірақ мен лучше сендермен 26 жылдың журналын сендермен бастаймын деп шештім, и бүгін мен жасап жатырмын. Бүгін Алла қаласа ол шығады. Бізде қазір 11 апрель, и бүгін Алла қаласа ол шығады. Қалай бізге журнал көмектеседі? Қараңыздар. Давайте про обычный журнал. То есть бізде журналдың екі түрі болады. Біріншісі ол бізде, то есть обычная торговля, то есть лайв торговляда в реальном времени. Екінші вид ол бізде бэктест журналы. То есть міне бізде екі таблица бар. Бірінші ол основная таблица, екіншісі ол бэктест журналы. То есть сіздер осы жерге чисто сделкаларыңды саласыздар, қазіргі на данный момент, то есть в реальном времени жасайтын сделкаларыңызды. Ал осы жерге ол чисто бэктест, то есть статистикаңызды шығару үшін. Енді оны бастағанша, давайте оның плюстары жайында сөйлесіп кетейік. Жалпы біріншісі ол сенің статистикаңды көрсетеді. Мысалға сен бір там стратегияны үйрендің, да? Бір стратегияны үйрендің, и оған сен статистикаңды шығару керексің. То есть статистиканы қалай шығарады? Бэктест жасайды, то есть фикс реплей аккаунтқа кіріп, и просто біріншісі бэктест сенде, то есть бірінші сессия сенде 6 айлық бэктест болу керек. То есть 6 ай емес, не 6 месяцев делать бэктест. Жоқ, допустим, май айынан октябрьға дейін бізде 6 ай бар, и осы майдан октябрьға дейін, то есть осы уақыттарды алып, и оған бэктест жасайсыздар. И сізде анда қанша винрейт шығады, уже оны, то есть статистикаңызға жазасыздар. То есть міне бэктест журналға, допустим, қараңыздар, open деп басасыз. Мен осыны қазір барлығын көрсетем, и сендермен бөлісетін боламын. Қазір просто для примера көрсетіп жатырмын. Бізде трейд номер 1, қараңыздар, бізде бұл пусть стоп болсын. Мына жерде сендерде, то есть қазір осыны жаба тұрайық. Мына жерде, допустим, трейд номер 2, бұл сіздерде ТП болсын, и сіздерде получается мұнда уже екі сделка бар. Екі сделкаларының, то есть біреуі стоп, біреуі take profit. И винрейт сендерде получается 50%. То есть осылай санап сіз жалпы 6 айлық винрейтіңізді көресіздер. Понимаете? То есть сендерде 3 сессия болу керек. То есть біріншісі сессиясы ол 6 айлық бэктест, екіншісі сессия ол 1 жылдық бэктест, и үшінші сессия для идеальности, для четкости 2 жыл. Ол вообще мощно болады. Полный бүкіл статистикаңызды уже шығарып аласыздар. Понимаете? И сіз конкретно уже өзіңіздің стратегияңызды вопросты жауып тастайсыз. Что ол жұмыс жасамайды или жасайды. То есть бүкіл сомнениялар уже статистикамен кетіп қалады. Окей? И тағы бір айтатын сөзім. Көбісі винрейтті қалай санаймыз, қалай статистикам жақсы екенін білеміз. Көп адамдар оны білмейді. Қалай оны санайды? Қараңыздар, допустим, элементарно чат GPT-ге кіресіз. Мен 6 ай бэктест жасадым. Евро-доллар парасы 50 сделка болды дейік. 50 сделка болды. 20-сы минус, 30-сы плюс. Осылай болсын. Ол жақсы ма? Средний РР 3. Все. Қараңыздар.
Енді то есть барлығын осылай жаздыңыздар. Енді қазір қараңыздар. Міне, сенің статистикаң сделка 50 плюс 30 минус 20 винрейт 60. Ол сіздің РР-іңізге қарап айтып жатыр. Бізде барлықтарымызда поставленный бір РР болу керек. Понимаете? Менде мысалға 4 РР-ден плюс болады. Ал мысалға оқушыларыма келсек, олардың барлықтарында 3 РР-ден аспайды и түспейді. То есть ол статистика үшін. Понимаете? И қараңыздар. Винрейт 60. Мы в плюсе. Ол даже слишком много. В плюсе болу үшін біздің РР-мен хватает и 35% винрейта. То есть сендерге үлкен винрейт үшін вы не должны никогда гоняться за большим винрейтом. Пустая трата времени. Потому что мен тоже кезінде қатты қарайтынмын винрейтке. Бірақ элементарно плюсқа шығу үшін саған 35-40 винрейт хватит до головы. И қараңыздар, бұл қанша береді? Формула проста. Ожидание винрейт, так, лосс, так, септимс. Қорытынды бұл өте мықты нәтиже. Неге 50% винрейт RR2 болса да люди уже зарабатывают. Вот, винрейт 50 болса, RR2, 3 емес 2 болса, люди уже зарабатывают. Сенде винрейт 60. RR3. Это уже, конечно, шайып кетті, конечно. Ну, это норм, короче. Потому что бэктест жасаған кезде все кажется легким. Неге? Өйткені сендерде в реальном времени что выходит? Сендерде психологическое давление, да? Ал бэктестте ондай нәрселер жоқ. Поэтому намного легче. Вот. Поэтому сіздер статистикаңызды санаған кезде просто чат GPT-ге кіресіңдер, барлығын істейсіңдер, санайсыңдар и уже просто делаете выводы для себя. Сендер если бүкіл статистикаңызды шығарып алсаңыздар, сендерде уже вопрос болмайды. Ой, мен не істеймін, қай нәрсемен торговать етем, не будете уже путаться, не будете тратить время на это, потому что көбісі, вот, допустим, бір стратегиямен 1-2 ай жүріп, ой, мынау жұмыс жасамайды, мен стоп ала берем и просто басқа стратегияларды уже іздеп кетеді. Ол қате, ол олай болмайды. Сіздер никогда не дойдете до граля трейдинга, понимаете? Если сендер бір затты до конца апармай жүрсеңіздер, онда сіздерде статистика шықпайды и ешқандай нәтиже болмайды, понимаете? Поэтому сіздер бір стратегияны бастасаңыздар, вы должны, как положено, довести это дело до конца. Вы должны бить одну точку, и в конечном счете это обязательно получится. Енді біз журналдарға барсақ, и допустим, как выглядит годовой бэктест. Міне, мысалға бізде бұл өркеннің бір жылдық статистикасы. Міне, бір айда ода ноябрь 24-те ода 7 позиция болды, 6 плюс, 3 минус, все четко. Оны ашсам, анда, конечно, бүкіл скриндар тұр, бірақ ол лишне деп ойлаймын. Вот, суммарно, то есть 17% ол алды, и әр сделкадан, то есть 3%-тен. Декабрь 6 позиция болды, 3 минус, 3 плюс. Суммарно, мына қараңыздар, 3 сделка плюс, 3 сделка минус. 3-те 3, ол 50, да? 50%, значит 50% винрейта. И ол 5%-ке плюста. Дальше январь 7 сделка болды, 3 минус, и қалғаны плюс 9%. Февраль мында 4 плюс, 1 минус. Там март и так далее кете береді. Самый маленький месяц, самый маленький заработок это 1% бір айда. Ол нормально. Енді журналға келсек, жалпы ол қалай толтырылады и оның фишкаларын айтып кетемін. Қараңыздар, допустим, бізде мында пусть будет так, смотрите. Допустим, мен осылай кірдім, стопты осылай қояйын, take profit осылай қояйын. Давайте так поставим для примера. Осыған кірем, журналыма trade step тұр, осыған басам и open деп жазам. Так, мне қайтадан көрсетейін. New page, open. Мне осындай нәрсе шықты. Астына барам, осыны басам и все. Trade number 1. Все, кетті. Могу открыть его и все. Дата дейді. Дата бізде қандай? Осы сделкада бізде дата 10 апрель. 10 апрель. Сессия бізде. Қандай сессия екен? Бізде также не бар. В принципе, он никуда не падает. Ну, давайте для примера просто сделаем Азия, да? Так, сетап. То есть сетаптарыңызды қойсаңыздар болады. Сетап статистикасы. Для чего мен осы өзімнің сетапымды қойдым? Потому что, ну, чтобы вывести статистику сетапа. Осы сетаптың статистиканы көру үшін. Потому что осы жалпы менде журнал, ол оқушыларымның арасында полная база фишек. Вот. Так, допустим, сетапты осыны таңдайым. Маркет бізде FX, пара бізде, пара мне евро-долларды басам. Позиция в лонг была, мне лонг. Оны барлығын не үшін жазатынымызды мен қазір айтамын. Это очень важно, хорошо? Аргумент. Допустим, аргументтерінде жазасыздар. Там, create и все. RR. Бізде RR қанша? 3. Все хорошо, 3 деп жазам. Так, риск на сделку 1 болсын, мне 1. Видите, смотрите, мнеге осы шкала заполнена не до конца. Осының орнына мен 1 деп жазсам, ол осындай болады. То есть максимально мында ол 4 RR. Видите, она теперь полностью заполнена. А менде мында 3 RR болды, и это выглядит так. Потенциальный RR это не важно, профит получается, қараңыздар. Мен мында, допустим, без RR жазсам, менде профит автоматом уже считает, сколько я заработал потенциально процентов. Да, бізде қанша RR болды? Мне қараңыздар, 3 RR, получается, мен 3 RR де жазам. Так,
Где это? Вот. РР, все, он автоматом уже считает, сколько я заработал потенциально процентов. И сразу отмечается, что это выигрышная позиция, то есть мне галочкасын өзі қойды. Осы жерде ол сколько времени вы провели в сделке. Қанша уақыт біз сделкада отырдық, тейк алғанша дейін. Қанша? Ну, 1 сағат 50 минут. Ол неважно в принципе. Так, осы пересмотр. Қайтадан сіз кірсеңіз, осы сделканы анализ жасау үшін да, сіз если кірсеңіз қайтадан, то уже осы галочканы қоясыздар. Уже пересмотрено. Месяц. Бізде қазір қандай месяц? Бізде қазір апрель 26 года. Таңдаймын. Так, week. Екінші, то есть неделя, қараңыздар, ол қалай саналынады? Бізде бір айда қанша жұма бар? 4 жұма бар. Бірінші жұма бізде ол получается біріншіден 7-сіне дейін. Дальше бізде уже екінші неделя басталады, и получается бізде екінші неделя қазір. Вот. Weekday, это получается бізде қандай болды? Ол бізде так 10-шы, это же 10-го был. Ну значит Friday, да? Ну значит, да, понятно, значит пятница. Дальше год, 26-й год. Осы жерде сіздерде 25-ші жыл деп жазылып тұр, бірақ оған мән бермеңіздер, потому что ол алдыңғы жылы жасалынған дүние, оның барлығы осы жалпы журнал, ол оқушылармен қолданылатын зат. Хорошо? Просто я там убрал все лишнее, здесь пусто, самое нужное оставил и сіздермен бөлісіп жатырмын. Потому что осының барлығын мен собственноручно барлығын өзім жасадым. Год бізде 26-шы жыл, так, квартал. Бізде бір жылда 4 квартал бар. Получается, бізде бір квартал ол 3 ай. Хорошо? 3. То есть бізде жылына 4 квартал бар. Апрель бізде получается екінші квартал. Оны таңдадым. Квартал 2, 26 жыл. И там для себя заметкаларымды жаза аламын. Не надо было заходить от там чего-то, да? Все. Коммент қоя аласыздар. И осы жерде сіздерде уже астында осындай нәрсе тұрады. Момент входа. Сіздер кірген сәтте осылай скрин жасап, осы жерге қоясыздар. Қалай мен осылай скриндарымды қоямын? Қараңыздар. Трейдинг вьюда жалпы сіздер мына жерде сізде фотоаппарат тұрады, копировать изображение дейсіздер, и осы жерге барып вставить деп қоя саласыздар. Вот. Дальше бізде получается бір күндік, то есть чарт. Бір күндікті мен бір күндікке кіремін, осыны сөндіріп тастайын. Копировать изображение. Точно так же все делаю. Дальше 4 сағаттық таймфреймге кірем, вставить. Дальше бізде 1 сағаттық қалды, 1 сағаттық то же самое. Все четко барлығын қоясыздар, потому что ол сізге керек. Окей. Все, смотрите. И дальше астында заметки, комментарий бар. Ол енді по желанию. Смотрите, енді давайте точно так же екінші сделканы толтырып тастайық. Дата. Давайте пусть дата будет 9-го, да? Сессия там, любой. Так, маркет FX, пара там пусть будет евро. По желанию, то есть мен осы жерге 3 пара қойдым, потому что енді біздің Қазақстанда көбісі золотаны торговля жасайды. Конечно, не знаю для чего, но ладно, деп қоса салдым на всякий случай. Бірақ менде евро-доллар. Так, позиция пусть будет шорт. Аргумент там, не знаю. Так, РР пусть будет 4. Риск 2. Потенциальный РР так не нужно. Месяц апрель 2. Ой, да. Пусть будет так, пусть будет так, пусть будет так. Все. И қараңыздар енді. Менде мында уже 2 позиция бар. Міне, General Table. Ол бізде тек қана реальный сделкалар. То есть ол сіздерде бэктест емес там и так далее, да? Ол настоящий торговля в реальном времени. Ол реал счет болуы мүмкін, проб счет болуы мүмкін или демо счет болуы мүмкін. Главное, что вы торгуете в реальном времени. Хорошо? Вот. Енді қараңыздар, бізде мында 3 нәрсе тұр. Біріншісі ол жұма күндер статистикасы. Мында жылдық, квартальный, месячный статистикасы тұр. Сетап, сессия, позициялар, паралар статистикасы тұр. Бірінші біз осы жерден бастайық. Жалпы ол бізде жұма и жұмалардың күндері статистикасы. Осы жерге кірсем, менде қандай нәрселер тұр. Осы жерде менде, так, это что такое? Все, понял. Смотрите, енді қараңыздар. Осы жерге кіргеннен кейін бізде уже, то есть мында біз дым толтырмадық, бірақ бізде уже мында 100% деп тұр, 100% деп тұр, 100% деп тұр. Ол жалпы не? Қараңыздар. Трейдинг week статистик. Екінші, то есть бізде айдың екінші жұмасы өте жақсы профитный жұма болды. Бізде потому что 2 трейд алынды, винрейт бізде 100. Айдың екінші жұмасында бізде 2 трейд болды, суммарный РР бізде 7 и суммарный профит бізде 7%. Потому что бізде анда бір трейдта 3% болды, екінші трейдта 4% болды. 3 плюс 4 бізде получается 7%. Вот. Дальше. Күндік статистикасы. Күндік статистикасы, то есть мне бізде, допустим, четверг и пятница сделка болды. Бір сделкадан. Оның барлығы плюс. То есть суммарный РР мне жазылып тұр барлығы. Ал егер мен қазір қараңыздар. Давайте вот так заполним, да? Давайте так сделаем.
Қараңыздар енді. Допустим, пусть будет 9-шы. Так, сессия, пусть без разницы вообще, просто оны осылай жаза салайық. Для примера, чтобы вам показать. Қараңыздар, -1 эррор. -1 эррор, 1. Қараңыздар, осы сделка уже стоп болсын. Мен эррорда уже не просто там 3 написал, да, а мен уже -1 эррор деп жаздым. Міне, -1% профит. Все. Енді қараңыздар, қайтадан сол жерге кірем, и менде уже, подождите, он что-то... Все, понял. Так, я вот это вот не указал. Давайте оның барлығын біз қояйық. Ну, допустим, так. Квартал бізде екінші. Вот енді смотрите. Міне, мен қайтадан недельный и дневной статистикасына кірдім. Менде уже мында 100% емес. Менде тек қана пятница 100% болып тұр. Енді мен четверг, міне қараңыздар, 2 трейд алынды, и біреуі плюс, біреуі минус. Винрейт 50 деп тұр уже, видите? То есть он автоматом считает. Вам не нужно там собственно ручно считать или еще что-то. Ол уже автоматом өзі санайды. Суммарный эррор бізде 3, мынау 3%, то есть біз плюстамыз. Енді бізде мында айдың екінші жұмасында бізде уже 100% емес, бізде уже 66 винрейт болып тұр. Потому что бізде 3 трейд алынды, 2 плюс, 1 минус. Суммарный эррор 6, суммарный профит 6%. Все. Онымен енді біз жалпы сұрақтарды жауап тастадық. Енді біз годовой, квартальный и месячный статистикаға көшейік. Енді бізде осы жерде осындай нәрселер тұр. Енді бұларды походу біз уже алып тастаймыз, потому что мынау бізге уже керек емес. Ну ладно, сами потом уберете, если вам надо будет. Мен просто сразу осы жағын қарайын. Қараңыздар, сізде мында уже квартал, барлық заттарды көрсетіп жатыр. То есть міне, январь, февраль, март ол квартал 1, апрель, май, июнь ол квартал 2, июль, август, сентябрь квартал 3, октябрь, ноябрь, декабрь ол 4. Хорошо? Бізде қазір получается апрель 26 жыл, квартал 2, и мында қараңыздар, қанша трейд алынды. Жалпы апрель айында қанша трейд болды? 3 трейд болды, винрейт қанша? 66%. Қанша профит? 6% профит. Суммарный эррор 6. 6 эррор біз алдық. Квартальный отчет. Квартальный отчет енді мында чуть-чуть не работает, потому что басқа неде жұмыс істейтін, мынау что-то не работает. Но я доработаю его, посмотрю, в чем проблема. Годовой статистика тоже бар. Годовой статистикаңызды көрсетеді. Жалпы осы жылы сізде қандай статистика болды дегендей. Дальше енді сетап, сессия, пара статистикасы. Енді мен өзімнің статистикамды қостым. Міне, ол статистика бойынша 3 трейд алынды, винрейт бізде 66. Мында барлығы жазылып тұр. Сессия статистикасы, сессионная статистика. Так, он что-то не грузит. Позиция. Мне қараңыздар, позиция статистикасы бар. Позиция статистикасы. Ол не? Сіздер үшін лонговый лучше или шартовый лучше? Допустим, мен үшін самый прибыльный ол шартовый. А сіздер үшін, допустим, ол лонговый болуы мүмкін. И оны анықтау үшін сіздер журнал толтырып, оны білуіңіз керек. Хорошо? Мысалға мне лонговый бізде 1 болды, шартовый бізде 1 болды. 50/50. И то, и это хорошо. Бірақ если біз тағы бір трейдті қоссақ, допустим, анда бізде вроде 2 трейд болып тұр. Біреу шартовый, біреу лонговый. Ал егер мен қазір барып, ну-ка, я вот здесь не заполнил. Хорошо, қазір. Міне, шорт деп жаздым. Енді біз қайтадан соған кіреміз. Так, қайтадан соған кіреміз. Міне, қараңыздар. Бізде уже шорт 2 трейд болды. Лонг біреу ғана болды. И бізде уже шорт үшін 50% винрейт болып тұр. Потому что бізде анда 1 стоп болды и 1 плюс болды. Уже 100% емес, уже 50% болып тұр. Суммарный, то есть эррор, как положено, барлығын сізге санап береді. И пара статистикасы. Сіздер үшін қандай самый прибыльный пара? Енді ол өте маңызды зат, потому что осы статистика арқылы мен өзім үшін тек қана евроны қалдырып қойдым. Потому что ол мен үшін ең әдемі, ең күшті статистика болып саналады. Также мында сессия статистикасы бар. Қандай сессияларда сізде жалпы статистикаңыз жақсы? Ол Франкфурт болуы мүмкін, Лондон болуы мүмкін. Допустим, мен үшін ең әдемі сессиялар ол Азия мен Лондон. Олар мен үшін самый фавориттер. А сіз үшін, допустим, ол Нью-Йорк болуы мүмкін. Оны уже сіз осы статистика арқылы выводить етіп аласыз. Мында барлығын как положено санайды. Вот, дальше все, на этом мы закончили. Годовой барлығын қарап шықтық. Мында ешқандай ненужный зат жоқ. Мында барлығы негізі керек. Все самое нужное я здесь оставил. Ал астында бізде уже general table емес, бізде уже, то есть бэктест журналы, ол уже чисто бэктестке арналған таблица. Допустим, то же самое осылай басасыз. Бірақ мында уже статистика санамайды, потому что маған ол негізі керек емес болды. Потому что, бэктестті негізі чисто чат GPT мен санауға болады. Допустим, там скрин жасап, чат GPT-ге
жіберіп, самое главное, көрсетсең, дальше өзі санап береді. Поэтому мен осы жерге қоспадым. Осы үш нәрсе чисто general table'ды санайды. Сделки в реальном времени. Хорошо? Допустим, мен осы жерін басып, так, trade number. Ну, я не знаю, вот это вот падает туда или нет. Давайте посмотрим. Да, не падает. Ну, все понятно. Так, результат пусть будет ТП. Ол чисто уже бэктест үшін. Мне тағы да мен жазайын. Так, trade number 2. Там пусть будет Азия, long, фунт. Так, результат стоп. Дальше тағы да солай жасаймын. Trade number 3. Сессия, пара, шорт. Так. Барлығын солай жасаймыз. Пусть будет стоп. Енді бізде осы нәрселер, осы take profit, stop loss, олар уже ешқандай осы үш затқа түспейді. Потому что ол бізде бэктестке арналған журнал. Ал осы үш затқа түсетін нәрсе, ол осы general table. Тағы да қайталап айтамын, хорошо? Вот. Осыны қалай санаймыз? Енді сендер анда капец прям көп сделкалар болса, онда барып чат GPT-ге саласыңдар. Қалай? Допустим, я так заскринил, иду сюда, қанша win rate деп жазамын. То есть самое главное, чтобы сендерде осы take profit, stop барлығы көріну керек. То есть барлығы көріну керек. И мында ол бізге жазды мне. Ой, ёпта, что он сделал? Алло. Осыған қарашы, что-то он тупит. Мне 3 сделка, 1 ТП, 2, 3 стоп. Бізде win rate 33%. Мне барлығын ол бізге жазып берді. Понимаете? Ол енді сендерде прям көп сделка болса, онда барып чат GPT-мен санайсыңдар. А если сендерде там, пару сделок болса, ол уже просто в уме санай саласыңдар. В принципе, ол қатты қиын зат емес. Енді бұл сіздерге полезно болды деп ойлаймын. Обязательно екінші часть саламын осы журнал туралы. Ал бүгінше осы жеткілікті деп ойлаймын. Ал енді біз қалай осы шаблонды аламыз. Осы шаблонды алу үшін бірінші нәрсе ол Телеграмда соңғы постта комментарий жазу, реакция қою и ровно 60 реакция болған кезде мен осы шаблонды сіздерге саламын. Телеграм каналымды мен осы видеоның описаниясында қалдырамын. Лайк басып тіркелеміз. Ассалаумағалейкум.